Армысыздар, эфирде «Мың түрлі мамандық» тележобасы. Бағдарлама барысында нақты бір саланың кәсіби қызметкері өзге бір жұмыстың қыр-сырымен таныса жүріп, өз атқаратын кәсіптің артықшылығы мен кемшін тұстарын айтып бермек. Көрер қызығыңыз алда, бастадық ендеше. «Мың түрлі мамандық» тележобасының бүгінгі шығарылымында театр әртісі мен бағдарламашы жігіттің сан қырын байқайтын боламыз. Әрине, сахна саңлақтары жайлы естіп, оқып, көріп жүрміз. Әртістің қатысуынсыз бірде-бір қойылым да, кино, тіпті деректі фильмде көрермен назарына ұсынылмайды. Ал күнделікті тұрмыста қашықтықтан басқару пультінен бастап, күрделі өндірістік станоктарға дейін бағдарламашы мамандардың еңбегі екенін біреу білсе, біреу білмеуі мүмкін. Соның бірі бәлкім қазір құлақ етіміз үйреніп қалған болар, бірақ нақты шұғылданатын ісі беймәлім, жасаған ісі көзге көріне бермейтін компьютерлік бағдарлама жасаушы немесе программист мамандығы. Бүгінгі бағдарламаның алғашқы кейіпкері Ерлан Қамыров. Қазіргі кезде көз ашық адам атану үшін жазып оқи алатын емес, компьютерді де жетік білген адам білімді саналатынын айтады. Мен алғашқы компьютерді көрген кезде, сол кезде ойладым, бұны қалай істейді екен дегендей. Компьютерді алғаш рет көргенде қандай іс-әрекет жасауға болатынын білген кезде, мен сол кезде шештім өзім үшін, болашақта осы компьютерге бағдарлама жасайтын адам болам. Ерлан Теріскейдің жігіті. Оның әкесі музыкант, анасы мен әпкесі есеп-қисап маманы. Ол өз болашағын Астанамен байланыстырады. Сондықтан мектепті бітірген бойда еш ойланбастан Петропавлдан елордаға тартты. Болашақта негізі арманым біздің Қазақстан бағдарламаушыларын қазіргі таңда, мысалы, Ресейдің немесе Үндістанның бағдарламаушыларын шетелдіктер көптеп сатып алуда, оларға көптеп проектілер беруде. Мен арман Қазақстанды осындай деңгейге бір келтірсе шіркін. Егер біздің шетелден, Америкадан болсын, Канададан болсын, бізге тапсырыстар келіп тұрса, біздің компанияларға, бұл бізге өте күшті, Қазақстан экономикасына жалпы күшті септігін тигізетін. Ерланның кәсіби бағдарламашы екендігіне күмәнім жоқ. Дегенмен өзіне мүлде беймәлім саланың қызметін атқарып шығуына қалай қарайды екен? Программистің бүгінгі күні атқарып шығатын жұмысы әрине бағдарлама шарты бойынша мүлде қарама-қайшы. Келесі кейіпкерімізбен танысып қайталық. Өнер десе елең етпейтін пенде жоқ шығар сірә. Әсіресе қазақ жұртының құшағы кең, мейірімі жүректі елжіретер, пейілі дархан, өнері ұшан теңіз. Сол қазақ даласының әрбір перзенті өнерден кем дегем емес. Пьесаның жұртқа атан түйеге артсаң белі қайсатын ой арқалатып жіберетіні де режиссерға да, авторға да, қойылымға түсіп жатқан әртістерге де барлығына үлкен табыс емес пе? «Мың түрлі мамандық» бағдарламасының бүгінгі кейіпкерлерінің бірі Астанадағы Қалыбек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ драма театрының әртісі Қасымхан Омай. Мен дүниеге келетін кезде, мамам киноға барам деп дайындалып жүреді ғой. Сол кезде өкінішке орай жаңағы роддомға кетіп қалды. Роддомға кетіп қалғанда, сол кезде Асанәлі ағамыз ойнаған «Атаманның ақыры» деген кино түсіріледі. Сол кезде жаңағы Қасымхан Шадияровты ойнады ғой. Соған байланысты сол кісіде әртіс болсын деп менің әкем, ол кісі өзі Москвада оқыған, дәрігер болған. Менің әкем жаңағы Қасымхан деп менің атымды қойыпты. Қасымханға жоғары оқу орнын бітіргенде түрлі ұсыныстар, жолдамалар да болды, бірақ оның бағын ашқан да, бабын келістірген де Қаллеки театры. Табиғаты театр үшін жаратылған кейіпкеріміздің әртістік шеберлігінен бөлек әуелетіп ән салатында өнері бар. Қоңыр үнді жігіттің сахна өнерінен басқа қандай іске ебі бар? Тележобадан бас тарта ма, әлде құп көрер ме екен? Менің ойымша, кез келген адам, кез келген дүниеге қай моментте болсын даяр болу керек. Сондықтан не болса да мен тырысып көрем, қолымнан келеді деп ойлайын. Бір сағат білім іздеп үйрену түні бойы намаз оқып шыққанмен тең. Ал бір күн бойы білім іздеп үйренсең, 3 ай бойы ораза тұтқанмен тең екен. Осындай сауапты іс жасап, әрі жаңа саланың қыр-сырын меңгеру үшін Қасымхан Бұғыбайға бүгін программистің міндетін атқарып шығуына тура келеді. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Дайын болсаңыз жүріңіз, мен сізді жаңа жұмыс орныңызбен, әріптестеріңізбен таныстырып өтейін. Қасымхан, бұл жерде енді
үлкен қара күштің қажеті жоқ, әртістіктің де қажеті жоқ. Бірақ ескертіп қояйын. Бір түймені басу арқылы талай нәрсені жойып тастауға болатын. Жарай ма? Сондықтан абайлаңыз. Бір нәрсені басар алдында жақсылап ойланыңыз. Мінекей бұл сіздің жаңа жұмыс орныңыз. Айтпақшы Қасымхан, бір нәрсені түсінбей, немесе ақылыңызға қонбай жатса, онда әріптестеріңізден сұрауыңызға болады. Жарай ма? Негізі бұл Ерланның жұмыс орны, ал бүгін оған компьютерді, бағдарлама жасауды мүлде ұмытады. Өйткені оның бүгінгі жұмыс орны театрда. Сол жаққа кеттік. Ана жерде қағаз жазып тұрған қасым аламыз. Компьютерді жинап аяқтау. О, компьютерді жинап көрейік қазір. Бәсе. Қай жақта? Ой, білмай. Қасымхан үшін бұл пеш ұйықтаса түсіне көрмеген кәсіп болар. Театрда суда жүзген балықта еркін сезінетін әртіс заманауи техниканың ортасына келгенде тосылып қалды. Көзінен де байқауға болады. Бірақ әртістігіне салып жүрмей ме екен? Байқап көрелік. Театр. Хастудың көз жасындай мөлдір өнер деген екен Ғабит Мүсірепов. Театр сахнасына отырып, өз өнерін көрсетуге талпынғаны қаншама. Белгіленген рөлді сомдай алмай, сыртта қалып кетіп жатқандары қаншама. Бір сөзін айтқанда, театр сахнасында тұрып, өз талантыңды дүйім жұртқа көрсеткен неткен бақыт десеңші. Айтпақшы, бүгін біздің екінші кейіпкеріміз, негізгі мамандығы бойынша бағдарламалаушы болып қызмет ететін Ерлан, дәл осы Қалбек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрында әртістің рөлін сомдап шығуы тиіс. Өзі келіп қалыпты, күтіп алсақ. Қайырлы таң. Мінекей, қысқаша айтқанда, Қаллеки театрында сіз бүгін өзіңіздің өнеріңізді көрсететін боласыз. Ал мынау осы театрдың актерлік құрамы. Кім білет, күндердің бір күнде сіздің де суретіңіз осы әртістердің қатарында ілініп тұруы мүмкін. Жүріңіз, сахнаны көрсетейін. Мінекей, сахна. Ал мінекей, көрермендер залы. Шынды айтсам, мен сізге бір жағынан қызығып та, қызғанып та қараймын. Шыны керек, бұндай мүмкіндік барлығына бірдей беріле бермейді. Сырттан келе салысымен сахнада рөл ойнап шығу, алу бұл оңай шаруа емес, оны өзің түсініп отырсың. Бірақ бір нәрсені ескертіп өтейін. Бармақтай ғана бақсың жаны үшін таудай таланттан бөлек талмас бір талап керек. Сондықтан талабыңызға нұр жаусын. Мен сізге сәттілік тілеймін. Анау тұрған азамат ол сіздің режиссеріңіз. Ол ұрысса да, соқса да, таласа да шыдаңыз. Шыдаймыз әрине. Бірақ соңында әккі әртістің нағыз өзі болып шығасыз. Ары қарай барып дайындала беріңіз, ал мен мына жерде сізді бақылап отырамын. Көрейік. Ерлан театр режиссерімен танысқаннан кейін өзінің қабілетін көрсету үшін дайындалып келген монологын оқуға кіріспек. Қазірше біз Қасымханның жұмысына көңіл бөлейік. Сая бар ма, Сая? Костюмді шешіп тастап кірсейін мен қазір. 10 минуттың ішінде сыр еткіземіз. Қазір көрейік. Арғайсын әртүрлі болады. Орын тапты, біреу тапты. Так. Театр әртісіне бұйырған алғашқы тапсырма мына процессордың ішіндегі тетіктерді, жабдықтарды жинап, орнату болды. Ой, мұна. Құдайым, мұна не бөлемін? Көркем сөздің шеберіне бір сынды бір-біріне жалғағанша, бір монолог жаттаған әлде қайда оңай шығар. Бұдан да бір домбырамен бір ән айтып берген баяғыда артықсың. Бағдарламалаушы IT саласының ілгері дамуының арқасында пайда болған тың мамандардың кәсіптің бірі десе болады. Компьютер алдында отырып-ақ еңбек ететін жұмысшылардың табысы құрылысшы, жүргізуші, тіпті журналист, әртістерден де әлде қайда табысы жоғары.
ендеше бұл армандаған мамандық емес пе? Бұл солай ма? Жоқ әлде онымен келісуге болмайды ма екен? Мұны Қасымханның өзінен сұрап білсек. Иә, Қасымхан, қалай болып жатыр? Жаңа жұмысыңыз? Сұмдық болады. Бірінші міндетіңіз не болды сіздің? Бірінші міндет мынау компьютерді жақсылап тұрып орнына келтіріп жинау болып жатыр. Жинағанда мына жерге саусақ сыймайды, не сыймайды. Сіз жинадыңыз ба? Мен ғой жинадым. О заманда бұл заман мен қанша компьютер көрдім, ноутбук көрдім, бірақ төңкеріп тұрған процессор ешқашан көрмеппін. Негізі бұлай жинауға бола ма екен? Жинауға болады. Негізі болып қалды. Жақсы жинап жатырмын. Айтпақшы, сіз білесіз бе, бұл бағдарламалаушылардың, программистердің сіздерге қарағанда табысы әлдеқайда жоғары. Не дейді? Сондықтан біле жүріңіз. Егер де күндердің бір күнде әртістік саладан кетіп, қайда барарын білмей жүрсеңіз, онда осы салаға келуіңізге әбден болады. Жоқ, мен айтайын, мен бір жерде отырып жұмыс істей алмаймын. Үйреніп кететін шығар бірақ. Негізі өзіңіз компьютермен таныссыз ба өзіңіз? Үйде болсын, жұмыста болсын. Компьютер дегенде біздікі қосылып тұрған компьютерге мынау керек нәрсені жазған. Өшіресің, қосасын болды ғой. Мына ұқсап шеқарын ақтарып көрмеп не? Жәрмеңізге кетері болмайын? Жақсы. Жақсылап жинаңыз, қосыңыз. Қосайын. Ағылақ болып танысыңыз. Сізге сәттілік дейін. Жақсы, рахмет. Театрда кеттік. Кеттіңіздер ме? Жарайды. Құласаң түйеден құла демей ме? Бір күнін театрда өткізуге келіскен Ерлан бірден Қыз жібек қойылымындағы Төлегеннің рөлін таңдаған. Төлеген монологы. Өзіміз болмашыға таласып, күнде қырылысып жатқанда, сырт көз бізді бақпайды ма екен? Әлсіреген елге қызықпай ма екен? Қысық көзді қиғаш... Сен дайындап келгенің осы ма? Жаттап келу керек қой, жаттап. Мен просто басында кішкене нетіп алайын. Бар, қайтан кел шығады. Дайындап бұлай кішкене Батыр сияқты, Төлеген сияқты шықпайсың ба? Кішкене образға кіріп деген. Өзіміз бол... Жоқ, ана жақтан қайтадан бір кішкене Батырдың образына кіргендей болып келсеш, басыңды көтеріп. Қай жерде көрдің? Бар жақта. Сол жаққа қарай ба? Сен Қыз жібегін көрдің бе? Жақсы. Өзіміз болмашыға таласып, күнде қырылысып жатқанда сырт көз бізді бақпайды ма екен? Тоқта, былай. Сен бар ғой, ананы жаттап, бәрін дұрыстап кеш. Бар. Басқа емес, бұл сабазың Төлегеннің образын алып шықпақшы. Қане, бірге бақылайық. Бұл бір қызық болайын деп тұр. Грим бөлмесі Бұғыбай, осы жігіттің орнына. Қазір рөл сомдайын. Қазір барып, оның кабинетінен дайындалып келейік. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Менің есімім Ерлан болады. Асқат. Танысқан болсын. Өзіміз болмашыға таласып, күнде қырылысып жатқанда, сырт көз бізді бақпай ма екен? Құмалағындай шашылған қысық көзді қиғаш қабақ көшің бар бір бүйірінде. Білем ғой сені білмегенде, жүгіріп бара жатып дейді. Саламатсыз? Менің есімім Ерлан, мен қазір Қыз жібектегі Төлеген монологын оқиын дегеннен, маған жаңа режиссер сұраған еді, киімсіз келген сізде бар ма бір? Төлегеннің киімі. Рахмет. Үстіне бер жақтан біреу бар екен ғой? Мына жерден ала салайын. Рахмет. Сау болыңыз. Баста. Өзіміз болмашыға таласып жатқанда, өзіміз болмашыға таласып, күнде қырылысып жатқанда, сырт көз бізді бақпайды ма екен? Әлсіреген елге қызықпай ма екен? Өзіміз болмашыға таласып, күнде қырылысып жатқанда, сырт көз бізді бақылайды ма екен? Әлсіреген елді қызықпайды ма екен? Қысық көзді қиғаш қабақ көшің бар бір үйірінде. Біз қазақпыз ғой, дұрыс па? Алға! Ой, жақсы болды.
Компьютер маманы осал жігіт емес секілді. Төлегеннің рөлін ойнап шығу оңай деп ойласа керек. Ем болмаса Қожа Насырды таңдағанда оңайырақ болар ма еді деген ой ғой. Барлығын біз үшін, қазақ елі үшін. Жүріңіздер, жарық жерге шығып сөйлесейік, ана жақта қараңғы екен. Иә, алғашқы туындың қандай болды? Тамаша. Қыз жібек тегі Төлеген монологын сомдадым жаңа. Төлеген деген Қыз жібектің рөліндегі ма? Иә. Ол ең қиын емес па керісінше? Мен ойлағам қазір. Негізі барлығын білеміз ғой Қыз жібекті. Иә. Соған жеңіл болады деп ойладым. Керісінше қиын болып кетті. Енді қазір қайда бара жатсың? Қазір келесі рөлді сомдаймын. Ғажайып планета деген неде. Жарас деген жігіттің рөлін ойнаймын. Ол жақта кім боласың? Кімнің кейіпкері? Қандай кейіпкер? Шынар деген әйелдің күйеуі болады. Енді қыз қиын болады, көреміз. Қалай болатынын. Сөздерің есіңнен шығып қалмасын. Жаттап алдыңыз ба? Сәл. Жарайды, мен сізге сәттілік тілеймін. Қайреке, кел мынау қосайық. Қорықпайды жігіттер. Кейіпкерімізге берген келесі міндет нұсқаулыққа қарап бағдарламаны компьютерге енгізу еді. Әріп танығанымен әртіске түймені басудан қиын нәрсе жоқ бүгін. Өзінше алдындағы ережеге қарап енгізген болып жатыр. Дегенмен бір күдік әріптестерінің көмегі қажет секілді Қасымханға. Ары қарай не істеймін енді? Қасымхан негіз қараңыз, сізге компьютеріңіз жаланып тұр. Бүкіл істеп тұр. Міне қағаздарыңыз бар, не істеусі дейді. Өзге жасай беруге болады. Мен өз жұмысым толып жатыр да, кешіресіз деп. Қап, енді істейміз. Атын кім? Ерлан. Менің де атын Ерлан болады. Сен өзің Қасымханның орнына келген әртіссің бе? Иә, сол. Төлеген рөлін ойнаймын. Төлеген рөлін ойнап сенсің бе? Мәдениет әлеміндегі саланың бірі театр. Еңбектің көркемі. Бәлкім жоғарыда айтқан армандаған жұмыс осы жерде болар. Мен саған айттым ғой, еш нәрсе жоқ. Жұрт босқа тұр. Босқа тұр, еш нәрсе жоқ. Анда бір қайда жоқты қытайский товардарды сатып жатыр. Кеттім. Жан не болды? Жарайды, болсын, барайықшы. Болды. Ренжімеш. Болды, барайық. Болмайды екен осы. Айтып едім, ешқандай шықпай-ақ қойық. Жап аузыңды. Қойшы, жан, немене несі бар анда? Бармайым. Ерланның келесі көрсетілімі толық бір қойылымның ішіндегі эпизодтық рөлін ойнау жүктелді. Әйелінің сөзіне көнгіш еркектің рөлін сомдау мінезіне сай елді екен. Бойдақ болған жігіттің бұл сырын әзірге біле алмаспыз. Жап аузыңды. Болды енді, кеттім үйге. О, жан, не болды? Бол, тез. Бармайым дедім саған. Айтып едім, ана жұрт жай тұр ана жерде. Ол неге жай тұрады енді? Жай тұр. Өтірік скидкасын шығарып алды да, сатып жатыр, келгеме сатып. Кеттік үйге. Десек те жарайсың, прогер. Мақтағанды кім жек көрсін? Кәдімгідей-ақ желпініп қалмайды ма? Жарадың, Ерлан. Әртістік саланы да атқарып шықтың, кім білет? Мүмкін бағдарлама соңынан оны кинопродюсерлер байқап, киноға түсуге де шақырту алар. Қап, жарайды. Көмектеспесең, көмектеспе. Өзім-ақ істеймін. Ал компьютерлік бағдарламаны орната алмай басы қатқан кейіпкеріміз енді әртістік шеберлігі мен қулығына басты. Айналасына асықпай қараған жігіт шетте тұйық отырған мына бойжеткенге көзін тоқтатты. Режиссердің тоқпағымен талай образды сомдап шыққан актер өзінің ұсынысын жерге тастамайтын адамды да бірден таныды. Қарындас, сәлематсыз. Менің есімім Қасымхан. Таңсұлу? О, қандай жақсы есім. Таңсұлу десе Таңсұлу. О, Абай. 7-ші сөз, мә, саған Абайды оқисыз ба? Менің Таңсұлу деген коллегам бар, актриса. Өте талантты актриса. Абайдың қара сөздерін өзің оқып жүрсің бе? Таңсұлу. Былай ғой. Абайды жақсы көреді екенсің. Анау жерге отырып,
маған көмектесіп мына программаны орнату керек. Таңсұлу, пока сен жұмыс жасап жатқан кезде мен саған бір Мұқағали ағамыздың бір тамаша өлеңін оқып берейін. Жарай ма? Жігіттік туралы. Көбелектеп жүрсің бе отқа айналған, қуатым бар кеудемде шоқтай жанған. Кербестімін кермеде қаңтарулы, бәйге болса алайда шаппай қалман. Шаппал. А? Болды ма? Дайын болды. Тез болды ғой. Ой, бірмай, рахмет, қарындасым, көп-көп рахмет. Театрға келіп тұр. Мынау кітап саған менен подарок. Рахмет сен. Театрға келіп тұра ғой. Шақырамыз. Көп-көп рахмет, көп рахмет. Міне, Қайреке, бізде дайын болып қалдық, міне. Бірақ дегенмен қиын болды енді. Біраз қиындық тудырды. Таңсұлу қарындасымыздың арқасында. Бұны да әйте бір орындадық. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар, рахмет, Таңсұлу. Сау болыңыз. Сен енді мына сахнаға шығып рөл ойнайтын ниетің болса, бұған өте бір қатты дайындықпен келу керек. Көрдің ғой? Иә, көрдім. Көрермен деген қазіргі біздің көрермен ол интернеті бар, телевизоры бар, неше түрлі қулық сұмдықсында, неше түрлі актерлардың ойындарын бәрін көріп жүрген көрермен. Оны біз жай шыға салып, өтірік бірдеңе жаттырып алып алдай алмаймыз. Бізге сақау, тілінің мүкісі бар адамдардың сахнадан ешқандай керегі жоқ. Өйткені көрермен ақша төлеп, бір сақалды, мақалды көруге келген жоқ. Енді ойын солайсыз, сізбен толып кетсем. Тағы не айтқың келеді? Актерлық, жалпы мамандық жайында. Қиын екенін көрдім. Өзінің актерлік қабілетінің нашар екенін де білдім. Өйткені ешқандай бір импровизацияға дарыным жоқ екенін байқадым. Дайын емессің? Дайын емеспін. Бірақ бойыңда бірдеңе бар екен, көрініп тұр. Болашақта оны дамыта берсең, бір жақсы актер шығып қалуы мүмкін. Жақсы, рахмет, сау бол. Рахмет сізге. Режиссердің айтқан сөздері Ерланға шынымен де ой салды. Бұрын сырттай оңай көретін сахна өнері кейіпкеріміз үшін үлкен сабақ болды. Алайда ақпараттық технологияның айналасында жүрген жігіттің руханиятқа деген көзқарасы бізді қуантты. Қос кейіпкеріміздің бірденмен эмоциялық құлшыныспен өткен бір күндік мамандық алмастырудан алған әсерлерін білу үшін өздерінен сұрап білсек. Ал бүгінгі бағдарламадан, жобадан алған әсерлерің жайында кім бастайды екен? Жаңағы театрда маған біраз қыздар айтып жатыр, 2-3 актриса ғашық болып қалыпты. Алған әсерім өте жақсы. Актер мамандығы өте қиын екен. Басында олай ойлаған жоқпын. Жеңіл болады деп ойладым. Сол себепті барлығымыз білетін Қыз жібекті таңдадым. Онда демекші бұл білесіз ба? Келе салысымен Төлегеннің монологын оқып берді. Жүрегі бар екен бұл. Оңай деп ойлаған болса керек. Оңай деп ойладым, бірақ жығылсам түйеден жығылайын деп ойлаймын. Сосын кім режиссерден біраз таяқ жедім, ұрысты. Өзім қателігімді түсіндім, ол өте қиын екен рөлге кіріп кету. Ол кездегі, ол ғасырдағы қазақтың тағдырын, қазақтың өмірін елестету керек болды. Оны мен дұрыс елестете алмадым, өкінішке орай. Өкінішке. Бірақ енді уақыт келе-келе мүмкін әрі қарай. Бұл жерде ең қиындығы сол, енді ол анау ғасырға өту керек қой. Қасымхан, актердің қиындығын түсіндік. Сіздің жұмысыңыз қалай болды? Менікі башы оңай болды. Оңай болды. Байқадық оңай болды. Есіңізде ме, басында мынау жігітке қарағандарда аз мен деген барып, енді қолымнан келеді деген сөздер айттым, бірақ оны барып көріп ішіне кіргеннен кейін мойындадым. Бұл жігіттің де жұмысы қиын екен. Басында оңай сияқты болды. Бірақ енді ойлаймын, енді оғанда дайындалып нетсе, адамның істемейтін жұмысы жоқ қой. Бірақ дейтір ғой, мен арғымақ аттың құйрығы сатса жібек кессе қыл, жақсы жігіт белгісі түзде мырза үйде құл дейді ғой. Сондықтан біз енді түзде мырзалығымызды көрсетсек, үйде жанұямызға көмектесіп, осындай осы бағдарламаның арқасында басқа жұмыстың жаңағы ойлаймыз ғой, біз компьютерде отырған адамдар не істейді осы деп. Оның қиындығы. Немене шұқылай береді, не істейді бұлар. Қасымхан Ерлан, осы жобаға қатысуға ниет білдіріп, келісім бергендеріңіз көптен көп рахмет.
Бақтарыңыз жансын, қай салада жүрсеңіздер де, мен сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге. Рахмет. Сау болыңыздар. Сізге жеңіс тілейміз. Рахмет. Халық арасында ертеңгісін жұмысқа, кешкісін үйіне асыққан адам бақытты деген тәмсіл бар. Отбасымен өз жұмысын жақсы көрген адам бақытты болары сөзсіз. Хабардың бүгінгі кейіпкерлерінің бойынан өз кәсібіне деген адалдықты байқадық. Әртіс те, бағдарламашы да бір күнгі қызметін алмастыруында өзге саланың мамандарына деген құрметін көрсетті. Қасымхан мен Ерланның бүгінгі бастан өткізген хикаялар жөнінде бір-біріне айтар әңгімелері көп секілді. Біз оларды оңаша қалдырайық. Кез келген саланың қыр-сырын меңгеріп алу ешқашанда кеш емес. Әлемде 1000 түрлі мамандық бар, және оның бірі сіздің айнымас серігіңізге айналсын. Ұлттық арнада қайта кездескенше.